Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағы жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым бөлімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығыстың қос шынары. Сабақтың мақсаты хроника, хабар, очерктердің құрылымы мен рәсімдеу арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып шағын мақала құрастырып жазу. Оқшау сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Ендеше балалар, сабағымыздың басында бейнеролик тамашалайық. Бұл өткен соғыс бүкіл дүниемізге үлкен қайғы болды. Солақта болған батырлардың осының бәрінің бізге келіп тұрған мәселесі қайсы дегенде, әр адамның, әр өзінің жүрегіндегі соншалықты бір үлкен әсер ететін шығарма болып шыққан. Бұл музыкада адамның қайғысы бар, бұл музыкада қуанышы бар. Балаларым, қарақтарым, жүректен шығу керек. Балалар, өздерін көріп тамашалағандай, бұл видеороликте біздің бабаларымыз қасық қаны қалғанша еліміз үшін, жеріміз үшін соғысқанын көріп отырмыз. Бұл жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Ендеше осы бейнеролик барысында мынандай сұрақтарға жауап берейік. Біз ұлы жеңіске қандай қасиеттер арқылы жеттік? Біз қандай елдің ұрпағы боламыз? Соғыс, жеңіс тақырыбында қандай өлең жолдарын білесіңдер? Ұлы отан соғысының қандай батырларын білесіңдер? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығыстың қос шынары. Қазақтың батыр қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова 1922 жылы Батыс Қазақстан облысы Орда ауданында туған. Мәншүктің ата-анасы ерте қайтыс болады да 5 жасар баланың тәтесі Әмина Мәметова бауырына басады. Балалық шағы Алматыда өтті. Ұлы отан соғысы басталған кезде Мәншүк Алматыда медициналық институтта оқыды. Әрі халық комиссарлар кеңесінің секретариатында қызмет етіп жүреді. 1942 жылы тамыз айында ол өз еркімен Қызыл армия қатарына алынып майданға аттанады. Өз бөлімінде Мәншүк таңдаулы пулеметші атанған. 1944 жылы аға сержант Мәметова Мәншүкке қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Әлия Молдағұлова 1924 жылы 20 сәуірде Ақтөбе облысының Қобда ауданында туған.
Ата-анасы қайтыс болған соң нағашысы Әубәкір Молдағұловтың қолында тәрбиеленеді. 1942 жылы Әлия өз еркімен әскерге аттанады. Оны мергендер мектебіне жібереді. 1943 жылдың тамыз айында майданға алғаш рет кіреді. Екінші Прибалтика майданының 54-ші атқыштар бригадасының құрамында ұрысқа қатысады. 1944 жылы 15 мамырда Псков облысындағы Новосокольники темір жол станциясына таяу жердегі фашистердің тірек пунктін алу үшін болған ұрыс кезінде Әлия ерлікпен қаза табады. 1944 жылы ефрейтор Әлия Молдағұловаға қаза тапқаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді. Алматыда қазақтың қос батыр қызына ескерткіш қойылды. Еліміздің түкпір-түкпірінде олардың атында мектептер мен көшелер бар. Енді балалар ой түрткі сұрақтарына жауап берейік. Не себепті Мәншүк пен Әлия өз еркімен майданға аттанды? Көрсеткен ерен ерліктері үшін батыр қыздарымызға қандай атақ берілді? Ескерткіште батыр қыздардың арт жағында сәбилер мен көгершіндердің бейнеленуінің себебін түсіндіріңдер. Келесі грамматикалық тапсырмамыз балалар қыстырма сөздер. Қыстырма сөз дегеніміз не? Қыстырма сөздер сөйлеушінің айтылған пікірге әртүрлі көзқарасын білдіреді. Қуанышты, өкінішті, сенімді, өтінішті, мақұлдауды, ой иесін көрсетіп, сөйлемнің бейнелілігін арттырады. Қыстырма сөздер жеке сөздермен де, сөз тізбегімен де, тіпті сөйлеммен де айтылады. Қыстырма сөздер сөйлемде үтірмен бөлініп оқшауланады. Мысалы, меніңше оқушылардың ғылыми жұмыстары өте құнды жасалған. Қыстырма сөздер сонымен қоса таң қалу мағынасын білдіреді. Мысалы, мәссаған, жорамалдау мағынасын білдіретін қыстырма сөздер. Бәлкім, сенімділік мағынасын білдіретін қыстырма сөз. Әрине, рас, сөз жоқ. Өз ойын айту мағынасын білдіретін қыстырма сөз. Сонымен, сөйтіп, армандау мағынасын білдіретін қыстырма сөз. Шіркін, күмәндану мағынасын білдіретін қыстырма сөз. Мүмкін. Ендеше балалар, топқа бөлінейік. Күш, жігер, ерлік, батылдық. Осы сөздердің мағынасын ашып, тақырыппен байланыстыр. Өз пікірлеріңді айтыңдар. Қыстырма сөздерді қатыстырып, сөйлем құраңдар. Оқулығымыздың 139-шы бетіндегі 5-ші тапсырмаға келейік. Оқылым бөліміндегі тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимді қатармен ауыстырып, Әлия мен Мәншүк туралы жинаққа мәтін жазыңдар. Балалар, келесі тапсырмамыз шындық жалған әдісі. Ақпаратты оқимын, сендер ақиқат жалған екендігін айтыңдар. Бірінші, Ұлы Отан соғысы басталғанда Мәншүк Мәметова 18 жаста болатын. Екінші сұрақ, Әлия Бұлақ ауылында туған. Үшінші сұрағымыз, Мәншүк 4-ші батальонның снайпері болды. Келесі сұрақ, Әлия 1937 жылдан бері комсомол. 8 жасқа келгенде Әлияның анасы қайтыс болды. Және соңғы сұраққа жауап берейік. Мәншүктің азан шақырып қойған аты Мәнсия. Жақсы балалар, рахмет. Ендеше үйге тапсырма Шығыстың қос шынары тақырыбында
бүгінгі алған мәліметтерің бойынша мақала жазып келіңдер. Балалар, сабағымыздың соңында оюлар рефлексиясын жүргізіп өтейік. Егер сендерге бүгінгі сабақ қызықты болып, барлығы түсінікті болса, жасыл оюды таңдаймыз. Егер де әлі де білерім бар, сұрағым бар дейтін болсаңдар, сары оюды таңдай қойыңдар. Ештеңе түсінбедім деген ой болса, қызыл оюды таңдайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.